Шолпан Сәрсенбайға шыққалы бері жылы өзіндей жас келіншектермен аулақта кеңескенде баласыз өмірдің қызығы жоқ қой деп аузымен ғана айтушы еді. Мал орнына сатылып, жаны сүймеген жанға жар болатын қазақтың сансыз қыздарының ішінен әлде қалай өзінің сүйгеніне тиген Шолпан шынында бастапқы жылы бала керек қылмады. Ағотаудың ішінде оңаша жатса да, яки күйеуін құшақтап жатса да, ол ылғи ішінен жасаған-ау, бала бере көрме деп тілейтін. Балалы болсам, әдемі өмірім бұзыладау деп ойлайтын еді Шолпан. Бала туса, күйеуімен екеуінің ортасында бір тікеней көсетіндей болушы еді. Қиюласып қосылған екі жанның арасында жат бір үшінші жан түскен соң, екеуінің де жалынды, екпінді махаббаты бүлінер, бәсеңдер, суынар деп қорқушы еді Шолпан. Осындай ойлармен талай түндерде, талай таң мезгілінде Тәңірден бала бере көрме деп тілеп еді. Күншығыстан ақ жібектей таң атып келе жатқан мезгілде өзге адам сәждеге құлап, маңдайын топыраққа былғап, тасқа ұрып, Тәңірден бақытты тұрмыс, өшпес бақыт, кетпес байлық, әсіресе бала сұрайтын кезде Шолпан күрсіне жасағанға бала бере көрме деп жалынып еді. Затында баланы жек көрерінен емес, ерімен екі ортадағы жібектен нәзік махаббат жібі үзілмеу үшін екі жанды бір-біріне қоса білген иманнан да ізгі махаббатқа басқа бір жан келіп тап салмау үшін балалы болмауды тілейтін Шолпан. Жас жүректің ұйытқыған сондай есалаң тілегі қабыл болды ма кім білсін. Түскеніне 3 жыл толды. Шолпан құрсақ көтерген жоқ. Құрсақ көтермегеніне Шолпан шын риза еді. Ерімен екі ортадағы махаббат оты күн сайын дүрілдемегенімен бәсеңдей бір қалыпта тұрғаны сол баланың жоқтығынан ғой деп ойлады Шолпан. 3 жыл бойы ері де ешбір уақыт бала жоқтамаған сықылды еді. 3 жыл бойы Шолпаннан басқа, Шолпанның оттай ыстық желдей жібек құшағынан басқа ештеңе тілемеген еді. Оның өмірінің басы да, аяғы да, ағуыз иісі да, сүбханасы да Шолпан ғана сықылды еді. Дүниеде теңіз терең емес, адамның жаны терең. Шолпанның, ерінің жаны терең түбінде қандай ой, қандай тілек жатқанын кім білсін әйтеуір. Шолпанға осылай көрінуші еді. Қысқасы, Шолпан 3 жыл бойына оны осы ойдан қатарынан ешбір сөзде естіген емес, ешбір істе көрген емес. Дұрысы баласыз өмір, бос өмір деген сөзді басқа талай адамдардан естіді, бірақ жаны сүйген жарынан естіген жоқ. Ғашық адамға Құранның аяты қасиетті емес, жарының сөзі қасиетті. Жарынан басқа адамның сөзін не қылсын Шолпан? Бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды, бірін-бірі жеделдеп, жыл соңынан жыл озды. Не керек, Шолпанның бала болмасын деген ойы бекінгеннен бекіді. Бірақ жалпы жаратылыста да, адамның өмірінде де, адамның ойында да өзгерістің даярлығы болмаса, дәл өзі ұзақ созылып барып болмақ емес. Өзгеріс қашан да болса кенет болмақ. 2 ай, 3 ай, күз дейміз. Сонда күздің келгенін адам 2-3 ай бойына сезіп жүрмейді. Бірақ уақытта айталық, бірақ түнде әжімді жүзі жылулық жүздің келгенін сезіп қалады. Шолпанның бала болмасын деген ойы бірақ түнде өзгеріп шықты. Ұршыққа оралған жіптей бас аяғы жоқ қыстың ұзын кешеді. Іңірде мал жайлап болған соң Шолпанның ері әңгімелесіп отыру үшін құрбысы Нұржанның үйіне кеткен. Нұржанның үйленгеніне 5 жыл болып еді. 5 жылдың ішінде 3 баласы бар еді. 2-еуі ұл, 1-еуі қыз. Шолпанның ері Сәрсенбай Нұржанның үйінде ұзақ отырып қалды. Сәрсенбайды ұзақ отырғызған Нұржанның ұзақ әңгімесі емес, оның 3 баласы еді. Әңгіме дейтін әңгімеде жоқ, тек бәрі 3 баланың қызығына қарасып,
мәз-мейрам болысты да отырды. Нұржанның екі ұлы былдырлап өлең айтқан болады, білектерін сыбанып, алақандарына түкіріп, тұшалаңдап, бір-бірімен күресеміз деп ұстаса бергенде, аяқтары бір-біріне шалынып қалып, біреуі жылығады, екіншісі оның үстіне жығылады. Үйде отырған жұрттың бәрі қарқ-қарқ күледі. Балаларды кезек-кезек шақырып алып сүйеді. Нұржанның әкесі немересін шақырып алып, асты-үсті алды-артынан тіпті сүймеген жерін қалдырмайды. Әсіресе Нұржанның кішкене қызының қылығы, тәттілігі балдан да тәтті еді. Сәрсенбай Нұржанның үйінде осы балалардың у-шуымен ұзақ отырып қалды. Жұртпен бірге ол да қарқ-қарқ күлді. Ол да балаларды кезек-кезек сүйді. Нұржанның үйінде Сәрсенбай ұзақ отырып, қайтуға шыққанда, ауылдың бәрі жатып қалған еді. Қайтып үйге кірсе, Шолпан да жатып қалған екен, бірақ ұйықтаған жоқ екен. Шешініп, Шолпанның қасына жатты да, Нұржанның балаларының ісін, олардың тәтті қылықтарын әңгімелеп айта бастады. Өкілемей күрсінбей, біздің баламыз жоғау деген уайымды да айтпай, қайта-қайта күле сөйлейді. Сәрсенбайдың әңгімесінің арасында жай сөздің екпінімен балалы базар, баласыз үй, қу мазар деген сөз ыбырасау дегенде Шолпанның басында жаңа бір ой жарқ ете түсті. 3 жылдан бері балам болмасын деген тілегінің қате болғанында да есалаң екендігі, бала болмаса екеуінің өмірінің қу мазарға айналатындығы еді. Араларындағы жалынды махаббаттың заманның озуымен бірге бірте-бірте майшамдай еріп сөнетіндігі, құшақтың ыстығы өмір бойы бір қалыпта тұрмайтындығы, екі жүйрік жүректің екпіні баяулаған кезде бір-бірінен жирендірмей, бір-біріне берік болмайтын бала екендігі, баланың ер мен әйелдің арасындағы дәнекер екендігі, міне осы ойлардың бәрі сол сағатта ап-айқын болып Шолпанның көз алдына келді. Сәрсенбай балалардың тәтті қылықтарын күле сөйлеп, ұзақ әңгіме етіп айтты. Төсекте жатып, ол шын ынтасымен қарқ-қарқ күлгенде Шолпан да бірге күлді. Бірақ бұл күлген Шолпанның жаны емес, бет терісі ғана еді. Сәрсенбай манағы мақалды айтқаннан кейін Шолпанның сұңқардай ұшқыр жанын, желдей есалаң жүрегін қара жыландай қап-қара ойлар орап алып, улай бастап еді. Түпсіз терең қара көк толқындардай қап-қара ойлар бірінің артынан бірі келді. 3 жыл бойына созылған есалаң тілек, әр қайсысына алыста бұлдырап келе жатқан кәрілік, көзінің оты сөніп, сұп-сұр күлге айналған күздей көңілсіз кәрілік, жанның қанатын қырқатын, жүректің отын сөндіретін кәрілік. Бала болмаса, ол кезде сөніп бара жатқан өмірге кім сәуле берер, кім оны жылытар? Бала болмаса, сол кезде ішіндегі дәні шіріп, кеуіп қалған шөптің қауызындай бос өмірдің кемтігін кім толтырар? Жоғау, әлде қайда алыстағы кәрілікті қоя тұршы. Оған өмір не жетер, не жетпес. Сол кәрілік жетпей-ақ, осы күннің өзінде өмір босап қалайын деп тұрған жоқ па? Жаһанда онан күшті нәрсе жоқ деп иман келтірген махаббаттың күші ер мен екеуін бір-біріне берік байлауға 3 жылға ғана жетіп, енді өз-өзінен сөнейін деп тұрған жоқ па? Ессіз Шолпан 3 жыл бойына бала болмасын деп тіледі. Енді сол бала болмағандықтан ертегідей әдемі өмір қу мазарға айналайын деп тұрған жоқ па? Міне, Шолпанның жанында қара көк теңіздей толқындардай ұйтқыған ойлардың қорытындысы осы еді. Сәрсенбай әлде қашан ұйқыға кетті. Бірақ Шолпан ана ойлармен уланып кіркіп қаққысы жоқ. Қыстың ұзын түні шайтанның шашындай ұзағынан ұзады. Шолпанның ойлары да тереңдегеннен тереңдеп, қарайғаннан қарайды. Күншығыстан ағарып, алтын таң атып келе жатқанда Шолпан болар-болмас көбірлеп: «Жасаған-ау, бала бере көр», деп жас балаша өксігін баса алмай, жасағаннан бала сұрап жатыр еді. Осы түннен бұлай қарай Шолпанның бар тілегі бала болды. Жатса да, тұрса да, ояу болса да, ұйықтаса да. «Жасаған-ау, бала бере көр» деген тілекті Шолпанның не аузы, не жүрегі айтушы еді. Бірақ бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды, тілей тілек озды. Соға-соға жүрек тозды,
тілек тозды, жүрек тозды, өмір тозды. Қалай талай түндерде көзден емес жүректен ыстық жас төкті. Сопы болды, ылғи дәрет алып таза жүрді, намаз оқыды. Күн сайын таң сілбіп келе жатқанда ақ тұрып, сәждеге құлады. Тасбиғын санап, Сүбханалла айтты. Бірақ бала болмады. Шолпанның өзінің сопылық жолға түсу себебі бала екендігін ешкімге айтқан жоқ. Жанынан жақын ері Сәрсенбайға да айтқан жоқ. Сондықтан Шолпанның мына мінезі Сәрсенбайға да, басқаларға да жат, оғаш көрінді. Жақыны да, жаты да күлісті, келемеш қылды. Ой, сен пірәдәр болайын деп жүрсің бе? Деп күлетін болды Сәрсенбай. Ауыл аймақ Шолпанға пірәдәр келін, пірәдәр жеңге, пірәдәр абысынымыз деп ат қойды. Үлкен де, құрбы да, бала шаға да күлді. Бірақ Шолпан жүрегіндегі жараны ешкімге ашқан жоқ. Ашқанмен олар ұғар ма еді? Тегінде адамның жүрек сырын шеттің ұғуы мүмкін нәрсе емес қой. Терең теңіз емес, адамның жаны терең. Су түбінде жатқан зат жел тоғытса ғана шықпақ, ой түбінде жатқан сыр шер тоғытса ғана шықпақ. Шықса, шер мен сырдың көлеңкесі сәулесі ғана шықпақ. Дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ. Адам шешу жоқ жұмбақ. Шешуі деп атауға болатын болса, адамның шешуі жалғыз өлім. Осы ойлар Шолпанның жадында тасбиықтай тізілгенде реті болмаса да, оның жаны соқыр сезіммен осы ойларға өзі барып тірелген еді. Шолпанның жүрек жарасын ешкімге сездірмеске тырысуының себебі осы еді. Не керек, жақын жаттың ортасында жалғыз болды. Бітеу жара болды, жалғыз өртенді, жалғыз жылады. Дүниеден безді, сопы болды. Бала сұрады, қалайда бала болмады. Бала, сол бала үшін қандай ессіздік істемеді Шолпан. Ұшаратын молдадан да дұға алып бақты. Аты естілген қожадан шірткі жаздырып ішті. Көрінген сәлдеге үшкірді. Шиқандай қып-қызыл бетті қожа бесті бұқадай суға қарап тіпу деп үшкіргенде қожаның қасиетті лебі шетке батырмай тура түгел ішіме барсын деп жүрегі ойнап, жүзі бір қызарып бір ағарып, бетін қожаның аузына тақап тосып отырушы еді Шолпан. Ылғи көзім қарайып, басым айналады деген сылтау тауып, өзін бақсыға да қаратты. Тағы не істемеді Шолпан. Өртке ұшырап аласұрған жан не істейтін болса, Шолпан да соның бәрін істеді. Бірақ бірін-бірі жетелеп жыл соңынан жыл озды. Баладан белгі болмады. Шолпан тілеуден талмады. Көзінде жас қалмады. Дүниеден безді, пірәдар болды. Әулиеге ат айтты, Қорасанға қой айтты. Жасаған-ау, бала бергір деді. Бірақ тілек іске аспай, аяғы жоқ жыр болды. Көп болсын төгілген көздің жасы жерге сіңді. Тілек тозды, өмір өзді. Шолпан бала көтермеді. Қанша жыланса да, қанша жыласа да, жасаған оған бала бермеді. Кім біледі, Тәңірінің Шолпанға бала бермеуі өзінше дұрыс шығар, өзінше жөн шығар. Бастапқы жылдардағы Шолпанның бала бере көрме деген тілегін қабыл қылып, тозбайтын, қайта түзелмейтін тақтайына жазып қойған шығар. Шолпанның ендігі тілегі болары болып бояуы сіңген соңғы пайдасыз бос тілек шығар. Ірі саудагерлердің бірі айтар, сауда жоқ дейтін мінезді кім біледі, Тәңірде де бар шығар. Тегінде Тәңірді де саудагерге теңеді Шолпан.